Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының кезекті 10-шы тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. 24 мамыр сенбі күні Алматы қаласында жергілікті Қайрат көкшетаулық Оқжетпес командасын қабылдады. Матчтың басында Оқжетпес командасының шабуылшысы Дәурен Жұмат пен Қайрат қақпашысы Александр Заруцкий арасында қақтығыс болды. Төреші VAR жүйесі арқылы Қайрат қақпасына пенальти белгіледі. Пенальтиді Дәурен сәтті орындап 16 минутта матчтағы есепті ашты. Екінші таймның басында қонақ команда есепті еселеді. Дәурен Жұмат серб футболшысы Йовановичке әдемі пас шығарып, оны қақпашымен бетпе-бет шығарды деуге болады. Йованович соққысымен допты қақпа бағанасына тигізіп, одан кейін қайтқан допты қайта теуіп, ойынның 52-ші минутында гол салды. Елу алтыншы минутта Қайрат командасының сапындағы Дастан Сатпаев гол салып кетеді. Ол Оқжетпес командасының қорғаушысы мен қақпашысын сылбыр ойындары үшін жазалаған еді. Бірде екі есебі матч аяқталғанша өзгермей, көкшетаулық команда жеңіске жетті. Астана Арена стадионында елордалық дерби өтті. Астана жеңіс матчында есепті жылдам гол салып, жеңіс ашты. 4-ші минутта бұрыштама соққысынан кейін жеңістің грузиялық футболшысы Зураб Тевзадзе топты қарсылас қақпасына аяғымен бағыттап гол салды. Бұрыштамадан асырылған допқа бірінші болып жеткен Зураб Тевзадзе 10-шы минутта Астана командасы есепті теңестірді. Әуелеп келген допты баспен соғып гол салған Астананың хорват футболшысы Бранимир Талаица болды. Ойынның 31-ші минутында жеңістің бразилиялық футболшысы Адильо командасын тағы да алға шығарды. Адильо командаласының әуелетіп көтерген добын аяғымен теуіп қарсылас қақпасынан шығарды. Положение вне игры. Не дотянулся Ян Вороговский до мяча. Мы видим, да, вот досады хотел, чтобы досталось и штанги, но результат уже не изменит. Астана сапында үзілісте алаңға шыққан Абзал Бейсебеков 76-ші минутта есепті 2-2 қылды. Камара выскочил из-за спин. Томасов! Игнатович отбил первую фазу. Но вот второй, появившийся на замену Абзал Бейсебеков. Столько факторов. Очень здорово из-за спин вышел Камара, который отдавал передачу на Марика Томасова. Томасов, который здорово. Сколько там игроков, да, миновал этот мяч. Игнатович, у него был закрыт объем. Алаңға екінші таймда шыққан астаналық Рамазан Каримов 88-ші минутта Марин Томасов көтерген допты баспен соғып гол салып, командасын есепте алға шығарды. Это вот передача от Марина Томасова. Теперь проверен на этот аспект как раз таки Женас. Для Рамазана Каримова это дебютный мяч в нынешнем розыгрыше казахстанской премьер-лиги. Алаңға тыңнан шыққан Астананың тағы бір футболшысы Елхан Астанов командасының 90-ші минутта 4-ші голын салып, матчқа нүкте қойды. Астанов еще добавляет 1-4-2. Вот так весь матч. У Женеса все было прекрасно. И такая вот концовка. Ворота. Пожалуйста, как сработали две замены. Астанов Матером обозначил свое присутствие. Вот здесь, конечно, большие вопросы. Почему мяч пошел накрывать. Что он делегировал эту функцию Аслану. Қорытынды есеп 4-2 Астананың жеңісі. Шымкент қаласында жергілікті Ордабасы чемпионат аутсайдері Жезқазғандық Ұлытау командасын қабылдаған болатын. Бірінші тайм аяқталар тұста Ордабасы футболшысы өз айып алаңында қолмен ойнап Шымкенттік команда қақпасына пенальти белгіленді. Оны ұлытаулық Жасуан Молдақараев сәтті орындап командасын есепте алға шығарды.
0-1 есебі матч аяқталғанша өзгермей, Жезқазғандық команда чемпионаттағы алғашқы жеңісіне жетті. 25 мамыр жексенбі күні Талдықорған қаласында жергілікті Жетісу Ақтөбе командасын қабылдады. 40 минутта бұрыштама соққысының нәтижесінде Ақтөбенің камерундық футболшысы Кики гол салып, матчтағы есепті ашты. Өте керемет гол, расымен ешқандай офсайд жоқ, бәрі дұрыс. Ойын ережесіне сай, бұл жерден де гол авторы. Екінші таймның басында Жетісу қарсылас команданың қорғаушыларының қателігін пайдаланып, есепті теңестіріп кетті. Гол авторы Ринат Серікқұл. Таңдалангелері мүмкіндік бар ме? Соққы! Және есеп 1-1. Тамаша шабуыл және Ринат Серікқұлға басып берген бұл Ахмедов. 89 минутта Мақсат Тайкеновтың шығарған пасын ресейлік футболшы Максим Житнев голға айналдырып, Жетісу командасы есепте алға шығады. Уступает на выезде Жетісу. Но еще рано говорить, да, мы еще не подводим итог. Еще есть... Қорытынды есеп 2-1 Талдықорғандық команданың жеңісі. Атырау қаласында жергілікті Атырау командасы Қызылордалық Қайсарды қабылдады. Бірінші тайм 0-0 есебімен аяқталды. Ал екінші таймда Атырау футболшысы өз айып алаңында тәртіп бұзып, төреші пенальти белгілейді. Сөйтіп 75 минутта Айбар Жақсылықов өзінің кезекті пенальтиін сәтті орындап, командасын есепте алға шығарды. +5 минутта Атырау командасы есепті теңестіре алды. Гол салып көзге түскен Ринат Жұматов. Араға 1 минут уақыт салып Қайсар қайтпас мінезін көрсетті. Айбол Абикен гол салып командасын ілезде есепте алға шығарды. Қорытынды есеп 1-2 Қызылордалық команданың жеңісі. Петропавл қаласында жергілікті Қызылжар Семейлік Елімай командасын қабылдады. Бұл ойында жылдам гол соғылды. Оны 8 минутта Қызылжар командасы, дәлірек айтсақ, Андрей Ульчин соққан болатын. Қырық минутта семейлік команда есепті теңестірді. Гол авторы Елімайдың белоруссиялық футболшысы Никита Карзун. Қорытынды есеп 1-1 командалар ұпай бөлісті. Түркістан аренада жергілікті Тұран командасы Қостанайлық Тобылды қабылдады. Бұл матчтағы есепті Тобыл командасы ашты. 36 минутта қарсылас команда алдында ессіз қалған допты қақпаға енгізіп, көзге түскен Ислам Чесноков болды. Ислам Чесноков бүгінгі ойында қонақтарды алға шығарып
кіргенін дәл осы тұста Жаслан Шумашев пас берген еді. Әрі қарай пасты әріптесіне өткізіп жіберген бұл және дәл осы өткізіп жіберген топынан 74 минутта тобыл есепті еселеп кетті. Бұл жолы гол салып көзге түскен Александр Зуев. сексен үшінші минутта бұрыштама соққысынан кейін баспен соғып гол салған Қуаныш Дүйсенбекұлы есеп айырмасын қысқартты. Бірде екі есебі матч аяқталғанша өзгермей, қостанайлық команда үш ұпайларына қол жеткізді. Енді назарларыңызға 10-шы тур ойындарынан кейінгі турнирлік кестені ұсынамыз. Турнирлік кестенің көшбасшысы Ақтөбе командасы осы турда жеңіліске ұшыраса да 25 ұпаймен бірінші орында қала берді. Ал екінші орында болған Қайратты Астана командасы үшінші орынға төмендетті. Екі ойынға аз ойнаса да 20 ұпаймен төртінші орында келе жатқан Тобылды да атай өтейік. Ал кесте соңына енді Атырау командасы түсті. Өйткені осы турда Жезқазғандық Ұлытау командасы өздерінің алғашқы жеңісіне жетіп, кестедегі соңғы орыннан көтерілген болатын. Сұрмергендер тізімін енді жеке дара 7 голмен Қайрат ойыншысы Дастан Сәтбаев бастады. Осымен футболдан 2025 жылғы Қазақстан чемпионатының 10-шы тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. Чемпионаттың келесі 11-ші тур ойындары 30 және 31 мамыр күндеріне жоспарланған. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.